оқуға тапсырып жатсаңдар оғанда сендерге алғыс тілеп қаламыз. Енді біздің супер джентльмен жігіттерге кезекті барамыз ба? Жігіттерді қолдаймыз ба? Бір қошемет болсын. Алдымен ассалаумағалейкум бәріне. Келгендеріңізге рахмет. Апайлардан бастасақ. Тұра. Апайлар 11 жыл оқытты бізді. Оқытқандарына рахмет. Сабақты оқымасақ та, өмірді көрдік те. Біздің азамат жігіт екен, Азамат красавчик, міне ер жеткендерің осы шығар, апайлар, аналар, ер жеткен осы шығар. Мен айтып отыр, сабақты оқымасақ та, өмірді көріп деп таңғалып отыр ғой. Бір азаматқа қошемет болсын. Сендерді кештерімді алып бару маған нәсіп етіп отқанына, осы Мансұрды жігіттің арқасы, осы жігітпен сөйлесіп, бүгін осы жерге жетіп келген. Мансұрдың арқасына жетіп келді. Меніңше, наверное, Мансұр сен ғой? Қалай жетпеген айтып берейін, оған кейін сосын айтып берейін, қалай жеткен. Мансұр direkt жолда кеткен. Ассалаумағалейкум. Баршаңыз келгендеріңізге рахмет. Жылама. Осы сыныптастарыммен 11 жыл оқымасам да, 6 жыл оқыдым. Осының бәрімен бірге жүрдік. Ең жаңа отырғанымыз осындай болсын. Осы 11-ді бітіргеннен кейін бәріміз жұмысқа тапсырамыз. Осы 2004-тер бәрі 100% оқуға түсіп кетсін. Амин. Мансұр, красавчик деген сол болсын, өте тамаша тілек болды. Сен сонда бәрі 11 жыл оқыса, сен 6 жыл оқығансың, сонда сен сабаққа мүлде келмегенсің ба? Әлде қосылған ба бұл? 6-ға дейін оқыған, одан қайда оқыдың сен? Басы өтіп кеткен? Алтак біз жақпен жүрді? Оны сөйлемесін, жасыланға. Қошеметпен береміз ба, қошемет керек емес па? Жасыланға бір қошемет болсын, Ассалаумағалейкум, құрметті апайлар, ағайлар, ата-аналар. Сіздерге үлкен рахмет, осынша білім бердіңіздер. Білімдеріңізге рахмет. Келгендеріңіз үшін үлкен рахмет. Осы достарым, қыздар, ұлдар. Осы 11 жыл бірге жүрдік, бірге оқыдық. Қиын, оңай күндерде де қасымда болғандарың үшін рахмет. Келешекте де осылай жиылып, Алла бұйыртса 20 жылдықта, 30 жылдықта да осылай жиылып жүре берейік. Ең жаңа күніңіз осындай болсын. 2004-тер алға! Өте тамаша тілекті айтып отырмын. Құдай қаласа 10 жылдықта дедің бе, 20 жылдық дедің бе? 10 жылдық боласың да бірінші. Асықпай, 10 жылдық боласың. Құдай қаласа адаспасам 2022 болса, Құдай қаласа 32-де 10 жылдық болады. 32 жылдықта 10 жылдықтарында Құдай қаласа әлі тойда жүрсек келем. 20 жылдықта жауап бере алмаймын, кім бар, кім жоқ білмеймін мен. Өзім кетіп қаламын ғой. Ал ендеше біз келесі тілекті адаспасам Ораз деген жетіміз осы бол, Ақылбек па, сен бірде келеді деп отырды ғой, Ақылбек сен? Ақылбек, міне осы кешке арнайы келіп отыр, жаңа бір-екеуі айтып еді, біздің Ақылбек түнгі бірде шығар екен деген еді, әлде меніңше өтірік алдады ма, әлде сюрприз қылыс келді ма, сонда да осы кеште қатысып отырған Ақылбекке сөз кезеген бұрамыз кезген. Ислам шоу деп қойып, қолдап қошеметтеп қоямыз. Себебі бұл кісі қазір менің ұстаздарыма, тағы да ата-аналарға тазым етуіме, оларға өз миннатдаршылығымды білдіруге мүмкіншілік беріп отыр. Сол үшін де бұл кісіге алдымен алғысымды білдіргім келеді. Осы 10 жыл бойы бізді тәлім-тәрбиесіменен осы уақытта бізді тәрбиелеген ата-аналарымызға, тағы да біздің екінші ата-анамыз болып келген ұстаздарымызға мың алғыс айтқым келеді. Осы кезге шейін сонша да жігіттермен ұрыстық, қырылыстық, но сонда да осы жерге шейін бірге бір-бірімізді поддержка алып жетіп келгеніміз үшін сендерге де мың алғысымыз айтқым келеді. Жасұлан айтпақшы 10 жылдық, қала берсе 20 жылдық, 50 жылдықтарда өйстіп басымыз қосылып бірігіп отырайық. Алға 2004.
Өте тамаша жас тілеген бітіріп отырмысың Ақылбек красавчик. Енді көке келіп бір естелікке суретке түсіп қойың. Сурет тегін Мен сені ұмытпаған алыста жүрсің дағы махаббатым мен сені ұмытпаған Ақылбек қане Ақылбек ғашық болдым кірпігіңе қаққаныңа кербезденіп жүріп келе жатқаныңа берісіді сүйгенде сұлу қызды өзгенің тіл көзін сақтап ұлдай мақпалындай ғашық болдым кірпігіңе қаққаныңа кербезденіп жүріп келе жатқаныңа берісіді сүйгенде сұлу қызды өзгенің тіл көзін сақтап ұлдай баурап алған сағыныш алып ұшып тұратындай баурап алған болсын деді ай мақпалым-ай ғашық болдым кірпігіңе қаққаныңай кербезденіп жүріп келе жатқаныңай берісіді сүйгенде сұлу қызды өзгенің тіл көзін сақтап ұлдай мақпалым-ай ғашық болдым кірпігіңе қаққаныңай кербезденіп жүріп келе жатқаныңай берісіді сүйгенде сұлу қызды өзгенің тіл көзін сақтап ұлдай
қатысушы бар екен, соның 15 жігіті, 15, яғни 15 жігіті болса, соның 5-і қыз бала екен, 5 қыз баламыз қайда кетіскен? 5 қыз бала келсін. Тағы да осы 5 қызбен валиске түсетін жігіттер дайын, айтып қойғансыздар ма? Кім-кіммен түсетін біле ма? Дайын кетіңдер. Каллық қайтын кей боласың ба? Золышқан тұзды еқсаған екен. Бейне таспаға видео роликке қалады, міне бейне таспаға телефондар қалып отыр екен. Құдай қаласа интернеттерде, инстаграмдарда хит болады деп ойлаймын менімше. Дайынсыздар ма? Болды ма қыз сенікі? Чау, артында үшінші тұрғаныңыз. Что-то слабый, неге екен білмеймін. Қошеметтеп қолдаймыз ба? Ендеше көреміз, тамашалаймыз. 2022 жылы 9-шы мектепті бітіріп отырған, 2004 жылғы жалпы түлектер, біздің 11 сынып түлектер бітіру кешінде арнайы 25 майда билеген аққулар. Мына жаққа ма аққулар деп мен басылар айтып отырмын мен. Аққулар би айдаргенде ойлағанмын, аққулар би еге қадайым дейді. Ендеше көреміз, тамашалаймыз кетсен ортада. Біздің 2004 жерде тамаша көріңіз, тамашалаймыз. Сонда кеткен ва. Аққуларды деген ба деген мен қыза баса. Өте тамаша көріңіздер. Кәне, балдар жетер қолға қайда. Тамаша. Olmazlar, ata-analar, ya 2004. Arzu, sigir kızlar sendiri yediğine. Arzu! Öyle tamasha değil. Ya teacher bitti mi? Seni bitirip koydum. Ben dayın oturmaya hele koymadım. Bitken için sen bitirip çıkıp götürüp koy. Bir minut tamasha. Құдай қаласа көкесі осы яғни валиста кесіп бір әдемі видео ролик берсеңіз инстаграмға қоятын болсаңдар достар негізі
былай болды жаңа ұстаздар, апалар жаңа білмегендер бұл тамада лақтан келіп қалды, бұл ислам лақтан келіп қалды деп жатқандар өз қызық болды бұл жерге келіп. Енді естіп отырмын, сол жерде Иstiqlalda toyxonada to'yda bo'ldi, сол жерде bir xizmatda bo'lganda o'sha yigit keldi, ağa 13 kuni bo'ssiz ba, bizning bitiruv kechimiz bo'lib жатыр деп жатыр. Негізі шын мәнінде айтсам, Нұридин аға жаңа бір сөзіңізде жан бар да, егер сол жаққа естіріп жатқан болса, негізі енді шын мәнінде енді тән алып айтамыз, біздің екінші жұмыс. Мен өзі жаңа біздің Нұридин аға коллега деп жатқан себебі бірінші мектепте сол жерде негізі ұстаз болып істеймін мен негізі. Сол жерде мен как раз Нұридин ағалар бізге де ұстаз болады, дені сау болсын, аман болыңыз, жолдаңыз бізге бербесін Нұридин аға. Сол жерде физрадан сабақ беретін жерім бар, бірінші мектепте, Абай мектеп бәрін білесіңдер. Одан кейін екінші жұмыс той болады. Тойда білесіздер енді, бір-екеуі білетін шығар, қалғандар білмейтін шығар. Негізі осы бізде Азат Баштың баласы Табақсайда құралған, Газалкентте құралған Жанбайдың жігіті де жоқ. Бізде тек қана бостандықты құралған, бостандықтың атын шығаратын Ислам шоу ансамблі деп топ ашқан жеріміз бар. Осы Ислам шоу ансамбльдің осы диджей баласын Асылбек ұлдарыңыз болады. Красавчик Асылбек. Енді тағы да осы жерге келім себеш болған алдымен біздің ержігіт деген. Сол тойханаға алдына келіп, көке, боссыздар ма? Негізі бірақ, Нұридин аға, өзіңіз айтпақшы, мен випускной вечерде осы 2 жыл болды, випускной басқармайтын болдық. Өте ауыр да, випускнойдың ауыртпешілігі үлкен, қандайдыр басқаша. Негізі мені бұл жылдың өзінде де, егер қойып жатсақ, инстаграмды қоятын едік, ешқайсы випускной алған жоқпын, шын мәнінде тек қана осы сендердікін ғана алдым. Неге дегенде, білмеймін, негедер осы ержеттің маған әңгімесі қатты ұнады сол жердағы, оның ішіне той жасап жатырық үлкен. Егер амал болса сол кешті басқарып бере аласыз ба? Маған қанша болады, боссыз ба, келе аласыз ба, қанша берсе қалай келесіз, аппаратура қанша деп отқан жоқ. Көке боссыз ба, басқарып бере аласыз ба деп жатыр. Мен бір дегенде әңгіме ұнады, негізі жүзі жылу, негеді бір жерлерде көрген ба, красавчик, денің сау болсын. Қандайдыр ұнады да, жарайды деді. Негізі мен випускной алып жатқан жоқпын. Мақұл олай болса, негізі боспыз деген едім. Мақұл көке деді, кетті. Мен үйге бардым, не болды жаңағы оның үшін дедім. Мен айтатын болдым ма, айтпайтын болдым ма? Бір уақытта тағы да Мансұр, одан кейін сен қабылдасың. Ана кешегі де тойда едік. Аға, оның ішіне випускной айтқан еді, сосын пәленше уақытта келесіз ба, қанша болады дейді. Маған айтқан жоқ ешкім. Бір бала айтты ғой, айтты маған, анығын айтқан жоқ дегенде білеміз, ананы білеміз, мынаны білеміз, бірақ сендер үйлеріңіз білмейміз. Маған локация жібер, кешкі сағат неште басталса, 1 сағат алдын барып сол жерде жайғасып списканы қылайық деймін ғой мен Нұридин көке. Сөйтсем бұл бала локацияны жіберіпті жатқан жерінен де үйіндегі. Bir turbaların arasından öttüm be. Bir машиналар турбаға тіреліп қалып, мен машинам бұзылма десем, турбаны кесіп өткеттім өбірелі болар әже, бір көріп қой керек Нұридин. Сөйтсем бұл бала үйінен жіберіпті да, болатын жерден жібер деп. Ничо, бүгін мына осы сендердің кештеріңде қатысып отыргенбіз. Мен өзім өте қуанып отырмын. Сендерді көріп, мен өзімнің жастық шағым еске алып отырмын. Өте тамаша. Bir сөз айтқанда осы ержігіт Мансұрге бір қошеметтеп қол соқпай, мен алғысын білдіріп қоямын. Енді достар, бұлай болады, мен ержігіт Мансұр, сендермен қосып тағы да бір жүрегінде оты бар жігіттер бар ма? Жүрегінде оты бар. Бәріміз кесеген бұл, бәріміз тұрайскен. Әлі екінші жерде жігіттері. Бақауы, қолшы мектеп жігіттері кәні. Енді бұлай болады, бұл жігіт Нұридин ағай. Енді сіздің біліміңізді көреміз, Нұридин ағай. Сіздің біліміңіз бүгін бостандыққа танылған жоқ, ойламадық та ажимане пажимане деп ойламадық, Құдай сақтасын, онда өттік қой, нәсі қызға емес. Бұлай болады, қыздар, жаңа қыздар қайып болды бәрі. Бір билей баса болды екен, қан қалған қыздар. Жоқ, бұлар сөйлемейді, басына жүрсе, қыздар керек маған. Қан қыздар келіңдер, ей. Әде көйлектен ұстап келіп отырмын. Ұстап отырмын. Тарелка студию, вокал студию. Тарелканы береміз. Ташкент яумасы. Негізі чопа-чоп қалай түсіндер ғой дейінші. Түсіндік қой? Айтып түсіндір ода шарт емес па? Чотам, бейнет аспан қосандар қосып атыр ма? Қызық бұлай да. Қыздар, отырып көреміз. Отырып көреміз. Балдар кішкенің ялашкасын кигендер бипчер көтер олмасыңдар. Сәл апасырақ, серізірақ болады. Олай болса, бағаш күз дайын ба? Біз бұлай болады қазір, тағы да бір түсіндіріп өтейін. Ұстаздар, апалар, мамалары, осы жігіттердің аналары қазір бұлай болады. Тарелка тұрыпты жерде, тарелканың үстінде стакан тұрыпты. Стаканның үстіне қазір шоколадты мен өзім жегіп кетіп отырмын. Шоколадты қоямыз, қайсы бала қолын істетпестен
аузымен тістеп осы шоколадты алу керек. Ура ма? Жігіттер ура ма? Жігіттер ура! Ал олай болса, бірінші жігітіміз әрине кім? Бірігір класс күннен бастайық деп отыр. Bir шеттен бастаймыз, бола ма? Кетіскен. Öyle tamam, sen mıncağa yep dur, mıncağa gelip dur. Что-то бокал uzun ба деймін да. Жоқ, қыздар кейін сана арақ ішетін болды ғой, кішкене ішеді, солар дайындап қойыңдар. Егін сіз кеттік. Азамат өзің ау. Азаматтан қошемет бар ма? Ойды! Сразу қойып кете береміз ке, маған зор, кейгісі. Кейгісі, да, сұлан, красавчик. Ай! Жоқ, қол тигізбейміз, қайта қол тигізбейміз. Мен де айттым неге бәрі оңай болып кетті. Жасұлан екен сені, оу! Ай! Зор. Құмар дейді ғой, кеңіз кетті. Ей, тамаша. Алғандар ал жаққа тұра береді. Ері жігіт, ей, красавчик, смотри, тұмар, кеңізі. Қайтсын. Еркек намыс қояды, қамыс өндірген. Бізді стаканда шықат өндірмесің. Ой, ой. Үшінші сюда кетсін. Қошемет, қолдаймыз, ей! Зор, тұмар, кеңсі. Нұрелин ағай, дайындалып тұрмын дайынсыз. Сізге 5 литрік бағалаш қойып беремін. Мазар, шалбарды көтер, төр балақты. Кетсен. Эй! Yes. Қайта. Боксер көрейші сен өнерің gəlді. Қарай красавчик. Жиналды ғой. Кейінгі жігітіміз, самайдай маңызы. Тамаша. Қол тигізбейміз. Қол тимеді, тиді ма? Тимеді ма? Кейінгіз. Бұл жігітке қиын болмайды, қол тимеді. Тырсамыз. Ей! Еңізі! Оха! Ей! Олайбыз, еңсені олайбыз! Әйшін ала салды ғой, битмаға, сен бұл жігіт әйшін битмаға мұсабала салды ғой, зор, кейін сағылбек, ән албай келсен, ең соға салды ғой.